Бүгін 13 мамыр 2023 жылы Алматы қаласында хайуанаттар бағына бардым. Сол кездегі өзім көзіммен көріп, көңіліме түйген дүниелерді өздеріңізбен бөлісуді жөн көрдім. Қазақстанда 3 хайуанаттар бағы бар екен. Ең үлкені 1937 жылы 7 қарашада Алматыда құрылған. Биыл бұл мекемеге 86 жыл толып отыр екен. Бір ғасырға жуық тарихы бар хайуанаттар мекенінің қазіргі тіршілігі туралы айтып өтейін. Алматыда хайуанаттар бағына 1937 жылы КСРО хайуанаттар бағына 60-қа жуық аң түрі әкелінген. 86 жыл бойы бірде-бір рет тоқырауға ұшырамай, тіпті соғыс жылдарында да тоқтаусыз жұмыс істеп тұрған бұл мекемеде қазіргі күнде 400-ге жуық 4000-нан астам жануар тіршілік етеді. Хайуанаттар бағы деп екі ауыз сөзге сыйғызғанмен, бұл бақтың саласы өте көп. Бақта 7 көрілім бөлімі жұмыс істейді. Аквариум бөлімі, жыртқыш құстар бөлімі, экзотикалық құстар бөлімі, жұптұяқтылар бөлімі, сүтқоректілер бөлімі, таңсық жануарлар бөлімі, виварий бөлімі, приматтар бөлімі. Жануарларға қызмет көрсететін басқа да бөлімдер бар. Әр бөлімнің атқаратын жұмысы сан алуан екен.